Саламатсыздар ма, қалайсыздар? Бүгін мен сіздермен өте дәмді әрі өте жылдам дайын болатын вафлидің рецептімен бөлісемін. Ең алдымен менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, комментария қалдырыңыздар және де қоңыраушаны баса кетіңіздер. Сіздердің әрбір қолдауларыңыз мен үшін маңызды. Бұл вафли жылдам әрі тез дайын болады және де балалардың сүйікті тәттісіне айналатынына сенімдімін. Менің балдарым шоколад пен банан қосып жегенді ұнатады. Сіздер де жасап балаларыңызды қуантыңыздар. Бізге қажетті заттар: 2 жұмыртқа, сгущенка және де май керек болады. Ал бастаймыз. Bir шай кесеге сгущенка қоямыз. Екеуін біріктіріп алдым. Енді үстіне ұн қосамыз, разрыхитель қосамыз. 1 шай қасық разрыхитель қостым. Және ұнды аз-аздан қосып отырамыз. Бірден қосып жіберуге болмайды. Өйткені массамыздың қою сұйықтығын білмей қаламыз. Сондықтан аз-аздан 2 бөліп қосқан дұрыс. Массамыз аздап сұйықтау. Бұның үстіне тағы да аздап ұн қосып жіберемін. Осы оның жеткілікті. Массаның тығыздығын қараңыздар. Бір келкі әдемі масса шықты. Осының үстіне енді май құямын. Майды қасықпен өлшеп қойсаңыздар болады. 3-4 қасықтан артық қосудың қажеті жоқ. Осының өзінде де өте дәмді әрі жылдам венский вафли шығады. 4 қасық құйдым. Майды енді жақсылап араластырып біріктіру керек. Массаны қараңыздар, өте әдемі, нежный масса шықты. Біздің массамыз дайын болды. Енді жайлап пісіруді бастаймыз. Вафельницамызды жақсылап қыздырып аламыз. Қызған вафельницаның үстіне 1 қасықтан массамыздан 1 қасық құйып шығамыз. Майлап алыңыздар, егер жабысып қалады десеңіздер, піскенін күтеміз. Бұл вафельница бір жақсысы жылдам әрі тез пісіреді. Пісіріп атқан уақытта міндетті түрде пакетке салып отырыңыздар ыдыстарыңызды. Піскен вафлиді сонда өте жұмсақ болып шығады. Келесін тура солай 1 қасықтан салып отырыңыздар. Мен 1 қасықтан артық салмаймын, өйткені жан-жағын бәріне төгіліп кетеді, шашып ағып кетеді. 1 қасық маған нормальный уже. Вафлидің жұмсақтығы өте жұмсақ, әдемі нежный. Осылай барлығын пісіріп ала береміз.